Алиса, 11-ден кейін ұйықтамаса адам ағзасында не болады? Әрдайым ұйқысы қанбай жүру белгілі уақытқа дейін ордаланып келіп, денсаулыққа қатты әсер етеді. Ұйқы тапшылығы баяу жинақталады. Егер күнде нормадан төмен ұйықтасаңыз, онда адамның есте сақтау мен ден қою қабілеті әлсірейді, жұмысқа қабілеті төмендейді, ағзаның иммунитеті әлсірейді, өмірлік маңызы бар органдардың жұмысы бұзылады. Адам бір түнгі ұйықтамаудың зиянын 100 күнде толықтай алмақ емес. Бір түн ұйықтай алмасаңыз, жаңа клетка жасалмайды. Күндіз 1 миллион клетка жойылып, түнде 500 мыңы ғана толығатын болса, денеңіздің қуаты әлсірейді. Адам 2 күн ұйықтамаса не болады деген сұраудың жауабын да айта аламын. Тыңдағыңыз келе ме? Келесі қандай сұрақ? Комментарий жазып лайк басып кетіңіздер.